Достар, 16-та 7-ші есеп. Так, бізге B1 мен B-ді тапсын дейді. Q, N және SN беріліп тұр. Біз бірінші B1-ді тауып алайық. Оны SN формуласы арқылы табамыз. Сіздер формуланы уже білесіздер. Q-дің N дәрежесі минус 1, Q минус 1 еді. Осыған біз қояйық. Яғни B1 менде жоқ. B1-ді жазып қоямыз. Q-дің орнына мен 2-ні қоямын. N-нің орнына 11-ді қоямын, яғни 2-нің 11 дәрежесі минус 1, және 2 минус 1, ол менде тең SN дегенім 2047, я? Так, мына жерде менде 1 болады, значит, үсті жазамын B1 көбейтілген 2-нің 11 дәрежесін есептеу керек болады. Так, біз білеміз 2-нің 5 дәрежесі 32, 6 дәрежесі 64, мынау 7 дәреже, мынау 8 дәреже, мынау 9 дәреже, мынау 10 дәреже, мынау 11 дәреже. 2048. Яғни 2048 минус 1 тең болады 2047 болады екен, я? Сонда B1 көбейтілген мына жерде 1-ді алып тастасам 2047 тең болады 2047-ге. Сонда B1 менде тең 1-ге, 2047-ні 2047-ге бөлсем. Так, B1-ді таптық, енді BN-ді табамыз. BN-нің формуласы менде B1 көбейтілген Q-дің N минус 1 дәрежесі еді ғой. Значит, BN дегенім тең болады. B1-дің орнына 1-ді қоямын, көбейтілген Q-дің орнына 2-ні қоямын. N дегенім 11, 11-ден 1-ді алып тастасам 10 дәрежесі. Значит, 2-нің 10 дәрежесі 2048 болды ғой мынау. 11 дәрежесі, 10 дәрежесі, значит, 1024. Да? 1024. Все, BN, значит, 1024-ке тең деген сөз. Келесі екінші есебі. Q тең болады 3-тен 1-ге. N тең болады 5-ге, SN тең болады 121-ге дейді. Дәл осылай SN-нің формуласына саламыз. B1 көбейтілген Q-дің, яғни 3-тен 1-дің 5 дәрежесі минус 1, және 3-тен 1 минус 1, ол менде тең SN дегенім 121-ге дейміз. Бұдан менде B1 көбейтілген, так, мына жерде 3-тің 5 дәрежесі 243 қоя, 243. Тен 1 минус 1. Мына жерде 3-тен 1-ден 1-ді алып тастасам, қараңыздар, 3-тен 1 минус 1 десем, ортақ бөлімі 3-тен беремін, я? 3-тен 1 минус, мынау 3 болады ғой. Сонда менде минус 2 бөлінген 3, я? 1-ден жазып жіберейік. Минус 2 бөлінген 3 дейік. Тең болады 121-ге. Так, мына жерде де ортақ бөлім келтіреміз 243. Сонда мен былай жасайын. Мына B1 мен мынаны жазып қойып, 243 ортақ бөлімі 1 минус 243. Тең болады дейік те, мына 121-ді мынаған көбейтейік. Яғни минусын алдына шығарып жіберейін. Минус 121 көбейтілген 3-тен 2. Қарамаға 3 көбейтеміз, Сонда 121 3-ке бөлінем екен. Бір тексер жіберейік. 121 бөлу 3 жоқ бөлінбейді екен. Так. Сонда менде мына жерде минус шығады, минус 242 шығады, сонда минусын шығарып жіберейік. 242 бөлінген 243 B1 тең минус, мына 121-ді 2-ке көйтем, 242 болады, бөлінген 3. Сонда B1 тең болады, мына минус пен мына минус жойылады, достар. Минус пен минус қысқарып кетеді. Мынаны мынаған бөлем ғой, значит, 242 бөлінген 3-ті бөлемін мынаған. Ол дегенім, бізде бөлшекті бөлшекке бөлгенде қалай еді? 242 бөлінген 3 бөлемін 242 бөлу 243 дегенім. Мына бөлшекті бөлуге алмастыратын еді қой, көбейтуге алмастыратын еді қой, яғни көбейту мына екеуінің орнына ауысатын еді, 243 үстіне түседі, 242 астына түседі, дұрыс па? Значит, сразу көбейту жазайын. 242-ні астына түсіремін, 243-ті үстіне жіберем. Сонда 242 мен 242-ні қысқартамыз. 243 3-ке бөлінем екен, тексерейік. 243 бөлу 3, 81 болады екен. Сонда бізде B1 81-ге тең болды. Енді осы жерге BN-ді тауып жібере қойып, BN дегенім B1 дегенім 81, көбейтем Q дегенім 3-тен 1-дің
n минус 1 дәрежесі, значит 5 минус 1 дәрежесі деген 4 дәрежесі деген сөз ғой, иә. Так, 81 көбейтілген 3-тің 4 дәрежесі 81, 1-дің 4 дәрежесі 1. 81 мен 81 қысқарады. Менде 1 қалады. Сонда bn 1-ге тең екен, b1 менде 81-ге тең екен. Келесі, үшінші есеп. Так, бұл менде 16-да 7 ғой, иә. Так, шатасып кеттім ғой. Так, q тең болады 0,15-ке, n тең болады 6-ға, sn тең болады 7,8-ден 7. Так, мына жерде менде бөлшектер беріліп тұр екен. Бірден мына 7,8-ден 7-ні жай бөлшекке келтірек. 8-ді 7-ге көтем 26, оған 7-ні қосам. 63 қоя, 63. Мына 0,15-ді 2-ден 1 деп жазайық. Так, формула қоямыз. b1 көбейтілген 2-ден 1 дек, 0,15-ді 2-ден 1 деп жазайық. Осының 6 дәрежесі минус 1 бөлінген 2-ден 1 минус 1. Ол тең 63 бөлінген 8. Так, b1 көбейтілген 2-ның 6 дәрежесі дегенім 64. 1-дің 6 дәрежесі 1 минус 1. 2-ден 1-ді 1-ді алып тастасам, минус 2-ден 1 болады, иә. Ол тең 63 бөлу 8. Так, мына жерде ортақ бөлім келтіреміз тағы да. b1 көбейтілген. Мынаны мынаған қайшылады, көбейт жіберем. Сонда менде мына жерде 64 қалады. 1 минус 64 болады, иә. Жақша қалам. Тең болады, мына жерде 63 бөлінген 8-ді көбейтемін. Минус 2-ден 1. Минусын алдына шығарып жіберем. Минус 2-ден 1. Сонда. Так, мына жерде менде b1 көбейтілген, мына жерде минус 63 шықты ғой, минус 63 бөлінген 64. Тең болады, минус 8-ге көбейтсем 16, үстінде 63. Так, сонда b1 тең болады. Мына минусты минусқа бөлгенде, достар, бірден плюс қайналып кетеді, минустарын қысқарып тастайықшы сразу. 63 бөлінген 16 дегенім, мынаған бөлем дегенім, жаңағыдай бөлшекті бөлшекке бөлгенде көбейтумен алмастырамыз ғой, мынау үстіне түседі 64, 63 астына түседі. 63 пен 63 қысқартам, 64-ті 16-ға бөлген кезде менде 4 шығады. Сонда b1 менде 4-ке тең болды. Енді bn дегенім b1 дегенім 4-ке тең, көбейту q дегенім менде 2-ден 1. 2-ден 1-дің n минус 1 дәрежесі, n дегенім 6 болса, 6-дан 1-ді алып тастайын, 5 дәрежесі болады. Сонда 4 көбейтілген 1 бөлінген 2-ның 5 дәрежесі дегенім 32. 4 пен 32 4-ке қысқарады, 8 болады. Сонда 1 бөлінген 8 шығады екен bn. Так, соңғы 4-ші есеп басқа бетке жасайын. 4-ші есеп q тең минус 2-ге, n тең 7-ге, sn тең 258-ге. Так, b1 көбейтемін. Минус 2-ның 7 дәрежесі минус 1, және минус 2 минус 1 тең 258-ге. Так, b1 көбейтілген минус санның тақ дәрежесі минус санды береді кері. Так, 2-ның 6 дәрежесі 64, 7 дәрежесі 128 болады. Минус бар, минус 128, минус 1 бөлінген, но минус 3 шығады, тең болады 258. Мына жерде минус 129 b1 болады. b1 тең, минус 3-ті 258-ге көбейтейік. 258 көбейту 3-ке. 774. Минус 774 болады, е? Так, минус пен минус қысқарады. b1 тең болады. 774-ті 129-ға бөліп көрейік. Бөлек 129-ға 6 болады екен. 6 болады екен. b1 6-ға тең болды. Так, енді bn-ді тапсақ, bn дегенім b1 көбейтілген q дегенім минус 2-ге тең. Осының 7 минус 1 дәрежесі, е? Значит, 6 көбейтілген минус 2-ның 6 дәрежесі. Теріс санның жұп дәрежесі плюс санды береді. 6 көбейтілген 2-ның 6 дәрежесі дегенім 64. 64-ті 6-ға көбейтсек 384-ті береді екен. Болды.